аласыз, сіз қалаған сезіміңізді сезе аласыз, сіз қалаған ойыңызды ойлай аласыз, сіз құқылысыз. Басқалар да тура солай. Басқалар да тура солай. Ана айтады, бүйтіп айтпасын деген сияқты. Ол еркін адам. Қалаған нәрсесін ойлай алады. Или болды ренжімеші, деп ренжіп жатамыз кейбір. Ренжімеші, не деген ренжігішсің сен, өмір ренжіп қала бересің. Басқалардың эмоциясына да еркіндік берейік. Не сезгісі келеді, сезе алады. Эмоция тақырыбында құрметпен қарайық эмоциясына. Саған ренжіп қалдым десе, эмоцияны құрметпен қарай, сен қалаған эмоцияны сезе аласың. Қалаған нәрсеңді айта аласың деген сияқты. Осы еркіндік мәселесін терең, жан-жақты зерттесек. Достар, мысалы, эмоция тақырыбында біз барлығымыз өте еркінбіз. Белгілі бір дәуірде эмоция сезуге бір рұқсат жоқ сияқты болды ма? Эмоция сезуге бір тыйым салынғандай болды ма? Әсіресе